Бүгін біздің қазақ тілі әдебиет апталығы басталды. Бізде жаңа сабақ. Бүгін біз сендермен Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» повесіндегі образдар жүйесін талдайтын боламыз. Сендермен топқа бөлініп, бүгін осы кейіпкерлерді жүйелеп, бүгінгі сабақтың мақсатын қазір өздерімен бірге отырып ашатын боламыз. Ал енді бірінші топқа бөлініп алайық. Топқа бөлініп барып, содан кейін сабағымызды бастаймыз. Ал енді балалар, тапсырмаларды, сол үш топтың тапсырмаларын берейін. Бүгін сол кейіпкерлер образы бойынша, мына суретті сюжет бойынша сендер осы образдарды ашасыңдар. Мына осы образдарды ашып сөйлететін боласыңдар. Ол жаңағы кім жайлы екенін мен қазір бірден айтып бермеймін, өздерің айтып, осыны қорғап шығатын боласыңдар. Бұл мынау сендердің топтарына берілетін тапсырма. Мына екінші топқа мына сюжетті сурет беріледі. Осы суреттер бойынша осындағы образдарды, осы «Ұшқан ұя» повесіндегі мазмұнды ашып, мына суретті сөйлетіп, осының мазмұны бойынша кейіпкерлерді талдайтын боласыңдар. Олардың мінез құлқын, портретін қоса бересіңдер, және мұндағы құндылықтарды ашасыңдар. Бала Бауыржанның қандай қасиетін көріп тұрсыңдар. Кім мен кімнің арасындағы тәрбие бұл? Қандай тәрбие берілді? Кітаптағы оқыған жаңағы жеті ата деген тағы бата беру дәстүрі, осы құндылықтардың бәрін қосып сөйлейтін боласыңдар, қорытындылап. Түсінікті? Барлықтарыңа да сондай тапсырма. Құндылықты ашып сөйлейсіңдер. Кімнің арасындағы тәрбие? Бала Бауыржанның бойындағы қасиеттерді табу. Келесі үшінші топқа тапсырма. Бұл да Бала Бауыржанның туралы, Бала Бауыржанның кімі туралы? Әжесі туралы. Әжесі және анасы мұнда тұр, сол анасын да қосып, анасы қанша жасқа дейін тірі болды? Мұны оқыдыңдар, білесіңдер. Сол туралы сөйлеп, осы кейіпкерлерді ашатын боласыңдар. Құндылықты айтасыңдар, қорытынды шығарасыңдар, өз ойларымен тұжырымдайтын боласыңдар. Жарай ма? Ал, кеттік. 5 минут уақыт. Бүгінгі дастарханның береке деген балам, қымызбен бірге ниетінде таза болсын. Ата, өзіміздің елден салған жаңа қымыз дәмі орнықты болсын деп сабаға сапырып отырмын. Ауылдың ақсақалдары қымыз ішіп отырғанда, Момыш Бауыржанды қасына шақырып алады. Балам, үлкендерге сәлем беруді ұмытпа. Бұл біздің салттымыз. Сен азаматсың, осыны ұмытпа. Кешіріңіз әке, сәлем беруді ұмытпаймын. Бауыржан есіктен шығып кетіп, аяғын нық басып үйге кіріп, «Ассалаумалейкум аталар» дейді. Аталар бір күліп алады да, «Уағалейкум ассалам, тәрбиелі бала екенсің, аман бол ержет» деп айтады. Әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер, әкең сияқты батыр бол деп өздерінің ізгі тілектерін айтады. Ой, жарайсың, тамаша. Момышұлы және оның әкесі бейнеленген. Бауыржан Момышұлының әкесі баласына ризалығын білдіріп, басын сипап былай дейді: «Жарайсың балам, бүгін есіңнен шыққанымен ертең ұмытпа, үлкенге құрмет кішінің парызы» дейді. Баласы да оған рахметін айтып, «Рахмет әке, енді ешқашан ұмытпаймын, үлкендерге сәлем беру менің міндетім» деп бітіреді. Ой, жарайсың, тамаша, қандай керемет айтылған сөз. Мінекей, рахмет сендерге. Бұл кім мен кімнің арасындағы? Әке мен баланың арасындағы тәрбие. Қандай құндылықтарды байқадыңдар? Сәлем беру. Бірінші үлкендермен амандасу, құрмет. Одан кейін әкенің балаға айтқан тәрбиесі, әке мен баланың эпизоды бұл жерде диалогы десек те болады. Дұрыс, өте дұрыс. Ал сендер айтыңдаршы, осы эпизодта тағы бір нәрсе қалып кетті.
Не үйреткен жері бар еді? Қандай дәстүрді үйреткен жері бар еді? Білесіңдер ма? Әке балаға негізі не үйретеді? Қандай тәрбие, қандай нәрсе үйретті кітапта жазылған жері бар? Тағы. Жеті атаны білуді үйреткен жері бар еді ғой, иә? Не деді? Менің әкем Имаш, оның баласы Момыш, Момыштың баласы Бауыржан деп айтқан еді, иә? Жақсы, тамаша. Рахмет сендерге, жақсы орындарыңа отыра қойыңдар. Жылама бөпем жылама, жілік жағып берейін, жілігіңнің майы жоқ, жіпке тағып берейін. Көк сиырдың сүтінен көже жасап берейін, оның тұзын кім тартар, жыламайтын ұл тартар. Деп анасы Разия Бауыржан атамызға өстіп 3 жасына дейін тірі кезінде Бесік жырын айтатын. Бесік жырын айтқан. Жарайсың, аға. Және Разия анасы Бауыржан атамызға бұлай дейді. Жолың ашық, маңдайың жарық болсын, еліңе адал, жұртыңа сыйлы азамат бол, ұйқың тыныш, ғұмырың ұзақ болсын деп анасы айтады. Ой, тамаша, қандай керемет айттың, аға. Мұнда бізде әжесі Қыз Тумас пен Бауыржан атамыздың диалогы. Бала Бауыржанның диалогы десек болады. Қазір бізге ата болғанмен ол жерде бала Бауыржан болып отыр, иә? Әже, анау ұшып жүрген құстар қандай құс? Иә. Олар қарлығаштар құлыным. Неге? Әже, анау ұшып жүрген қандай құс? Олар қарлығаштар құлыным. Үйдің маңына ұя салса, халықтың жақсылықтың нышаны дейді халық. Неге? Қарлығаштың ұясы бар үйге бақ пен береке қонады дейді. Ол үйде мейірім мен тыныштық болады екен. Ой, қандай тамаша айтылған. Онда біз бақытты отбасымыз ғой, иә? Я ботам, қарлығаштар еңбекқор, ұйымшыл болып келеді. Сонда өмірінде шаттыққа толы болады. Ой, тамаша, міне, бала Бауыржан мен әжесінің ортасындағы диалогты тамаша алып шықтыңдар. Жақсы, рахмет. Енді осы жерде балалар, Мына суретте Бауыржан Момышұлының өзімен және Бауыржан Момышұлының әжесі бейнеленген. Сол кезде Бауыржан Момышұлы мен әжесі сөйлесе отыр. Бауыржан Момышұлының әжесі былай дейді: "Қарағым, мына жүнді қолмен түтсе, шұғылалы шабаның жылуы бойынан кетпейді" дейді. Әже, бұл жүннен кейін не істейсің? Мұны үйіріп, жіп қыламыз, сосын шұлық қолғап кейде кілем тоқимыз. Мен де үйренгім келеді, маған да көрсетесіз бе? Әрине балам, қолөнер ананың аманаты, ұрпақтың шежіресі. Әже, тағы бір ертегі айтшы, өтінемін, тағы да бір қызықты оқиға болса екен. Жарайды батыр балам, сен тыңда, әжең сен үшін ертегіні бастайды деп, әжесі өз сөзімен баласына жұбатады. Бізде бұл Имаш атасы, ол осы жерде ағаш егіп жатыр. Ол былай дейді: "Тамыры тереңге кетсін, бейбіт күнің берекелі елдің белгісіндей болып өссін. Немерем көлеңкесінде ойнап, елімнің болашағы осы ағашта жайқалсын" дейді. Ал бұл жерде бізде Разия келіні, кішкентай Бауыржан, ал бізде Имаш атасы. "Сәлем бердігі ата, немереңіз атасының қолын ұзартып қолғабыс беруге келді" дейді. Атасы: "Айналайын немерем, мына ағаш сенің өмірінен бірге өссін, тамыры терең болсын, көлеңкесі кең болсын, елмен желке сая болсын" дейді. Ой, тамаша, қандай керемет әдемі айтылды. Ал мына суретте, мына сюжетте не айтылады екен? Бұл жерде не, қандай не берілген? Ал, Ахмет. Бауыржан Момышұлының әкесі мен анасы Имаш бабасын қырқына шығару үшін келеді. "Ассалаумағалейкум ата, немереңіз алып келдік. Бүгін бір емес, екі қуаныш, жаңа өмір мен жас ағаш." "Уағалейкум ассалам құлыным, қош келдің немерем. Бұл ағаш оның өмір жолын бастауы болсын. Баба, балаларымыздың өмірінде мықты жас көшеттегідей жайқалып өссін деп ырымдап келдік." Дейді Разия, иә? Дейді Разия. Айналайын, бақытты бол қарағым. Мына бір жас шыбық сенің өміріңнен мейіріммен суарсың. Тамыры тереңге кетеді. Ертең сен де елге сая бол" дейді. Деп, бала Бауыржанға атасы Имаш не істеді? Батасын берді. Тоқтап, қорықпай сөйлейміз, немене, есіміз шығып қорқып тұрмыз. Әдемі сөйлейміз. Ал енді суретіңді әдемілеп таныстыра ғой. Ары қарай сол күні не болды? Сол күні
Кім шақырды? Бауыржанның әкесі. момыш Аха. шілдеханаға ауыл тұрғындарын шақырады. Иә. Ортада отырған кім? Имаш Имаш бабасы. Аха. Қолында кім? кішкентай Бауыржан. Аха. Дұрыс айтасың. Байбек батыр аруағы қолдасын. Ахмендей бабасындай батыр болсын. Шілдехана құтты болсын. Нәрестенің бауы берік болсын. Домалақ анамыз жар болсын деп өздерінің тілектерін айтады. Айтады. Бұл енді бұл жерден балалар не көріп тұрмыз? Қандай дәстүрді көріп тұрмыз? Бұл суреттерден, осы көрген өз айтқандарынан не бақылап байқадыңдар? Нені байқадыңдар? Өздерің түйінді жасаңдаршы. Қандай құндылықты көрдік? Қандай дәстүрді көрдік? Бұл жерде Имаш атасы өзі еккен ағашты кішкентай немересі Бауыржанға табыстап, бұл сенің жеңісің деген ниетпен айтты. Ой, жарайсың, тамаша айттың, керемет айттың. Дұрыс. Ал, мына жерде не айтып тұр? Келіні сәлем сала кепті. Баласы, екеу келін баласы келіп, үлкеннен не алып тұр? Бата беру дәстүрін көріп тұрмыз, е? Бата беру дәстүрін көріп тұрмыз. Үлкенді сыйлап бата беру деген, сол кішкентай бала жаңағы жастай өсіп өнсін деген батасын беріп жатыр екен. Ал енді мына жерде не көрдің, Мұратбек? Бұл жерде Не, қандай той жасады? Бала туылғанда қандай той жасайды екен? Бала дүниеге келгенде. Шілдехана тойын берді деп қазған айттың ғой, бесік той. Шілдехана тойын жасап, ауыл адамдарын шақырып не істеді? той жасады. Той жасады, иә. Қандай той жасапты енді? Шілдехана. Иә, шілдехана тойы. Не болды? Сонша ұялдың жағып кеп. Қорықпай кетсеш, ондай немдеге қорқып тұрсың. Яғни шілдехана той. Енді осыдан тағы бір рет қорытынды шығаршы. Қандай нәрсе шықты енді осыған? Түйіндеп жіберіңдерші. Қандай құндылықты байқадыңдар? Біздің дәстүріміз, иә? Яғни бала туылған кезінде баланы қырқынан шыққан кезде шілдехана болмаса бесік той және атасының немересіне қалдырған бір батасы, үлкендерден бата алу керек екенмін, ауыл адамдарынан да бата алып отыр. Бұл жерде құндылығымыз біздің үлкенді сыйлау, бата алу, шілдехана тойы, соның бәрі біздің құндылығымыз, балалар. Біздің дәстүріміз, ол біздің құндылығымыз деген сөз. Сондықтан құндылық десе, ол не зат екен деп естерің шықпасын. Біздің дәстүріміз, біздің құндылығымыз. Ал дәстүріміз, міне дұрыс айтасың. Жаңағы үлкеннен кішіге қалған мұра. Иә, кішіге қалған мұра. Түп дұрыс айттың, өте тамаша айттың. Үлкеннен кішіге қалған мұра. Бұл біздерге қалған мұра. Яғни шілдехана тойы, үлкеннен бата алу, бұның бәрі біздің құндылығымыз. Өте тамаша балалар. Бүгін сендер жақсы сөйледіңдер. Диалогқа түстіңдер, диалог құра білдіңдер. Сендерге үлкен алғысымды білдірем. Сабаққа жақсы қатысыңдар. Өте, сендерге өздерің ұнады ма? Иә, оңай ма екен? Иә, оңай екен, иә? Сабақ түсінікті болды ма? Иә, сендерге де рахмет. Жақсы.